Сәлеметсіздер ме? 5-ші орыс сыныбының қазақ тілі мен әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз ер есімі, ел есінде. Балалар, оқулықтарыңыздың 122-ші бетін ашамыз. Бүгінгі сабақта қандай мақсатқа қол жеткізуіміз керек? Бірінші, тақырыпқа қатысты сөздердің мағынасын біліп, екінші, тыныс белгілері мен жалғауларды дұрыс қолданып, мәтін құрастыруымыз керек. Балалар, сіздердің бүгінгі жұмыстарыңыз төмендегіше бағаланады. Бағалау критерийіне назар аударыңыздар. Сөздердің мағынасын біледі, тыныс белгілері мен жалғауларды дұрыс қолданады, мәтін құрайды. Енді жаңа сөздерге назар аударамыз. Ерлік, батырлық, храбрость, героизм, мәңгілік алау, вечный огонь, гүл шоқтары, букеты цветов, еске алу, вспоминать, вспомнить, 28 панфиловшылар саябағы, парк 28 панфиловцев, тағзым етемін, поклоняюсь. Балалар, суретте көріп тұрғандарыңыз Алматы қаласындағы 28 панфиловшылар саябағы. Бұл саябақ 1975 жылы ашылған. Саябаққа кіре берісте Бауыржан Момышұлына және зеңбірекке арналған ескерткіш тұр. Парктың ортасында 28 батырға арналған мемориал тұр. Мемориалдың алдында Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза болған батыр бабаларымызға арналған мәңгілік алау тұр. Жыл сайын 9 мамырда және айтулы мерекелерде Ұлы Отан соғысы ардагерлері және Алматы қаласының тұрғындары мәңгілік алауға келіп гүл шоқтарын қояды. Себебі Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза болған біздің батыр бабаларымыздың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды. Ер есімі ел есінде сақталады. Балалар, біз екінші тапсырмаға қараймыз. Ол жерде жаңа сөздері мен тірек сөздерді қолданып, 28 панфиловшылар саябағында тақырыбы бойынша мәтін құрастырып жаз делінген. Сонымен бірге тыныс белгілері мен жалғауларды дұрыс қолдануымыз керек. Тірек сөздер. Опорные слова. Орналасқан, ерлік көрсеткен, ескерткіш, жанып тұрады, панфиловшылардың ерлігіне арналған, Ұлы Отан соғысы жылдары, отанын қорғаған, құрметтейді, ер есімі ел есінде, тағзым етеміз. Уважаемые ученики, мы должны составить текст на тему 28 панфиловшылар саябағында. При этом мы должны использовать данные опорные слова. Одан кейін тыныс белгілері мен жалғауларды дұрыс қолдануымыз керек. Мы должны грамотно использовать знаки препинания и окончания. Балалар, мен сіздерге сәттілік тілеймін және сіздердің WhatsApp желісі арқылы жіберген кері байланыстарыңызды күтемін.